Жүсіпбек Аймауытов. Күнікейдің жазығы. Күнікей ғой бұ жатқан. Жаялықша жалпиған, жар қанатша қалқиған, жермен жексен шым қора, бейнеуі жоқ сұм қора. Шым қорада жер үйде, желпіндірмес көр үйде, арса-арса боп сүйегі, қалақтай боп иегі, жаңқадай жоқ жан еттен саусақтары шілбейіп, көлеңкедей кілбейіп, бұ жатқан қай аруақ. Әлсін демігіп, тық-тық еткен жөтелі өңмеңіңнен өткендей, алма еріні кезеріп, бетпақ кезіп кеткендей, кемешегі қолқылдап, қуыршаққа тіккендей, сатпақ жастығы емес кетпендей, сар төсек боп сарғайып, бұ жатқаның қай әйел. Білмесеңіз айтайын, Күнікей ғой бұ жатқан. Күзден жатқан Күнікей жазға жетті ілініп. Күндері ғой жан шіркін, үзілмейтін созылып. Көктем күні күледі, күліп еді жер түледі. Түлеген емес пе ақ кебінін сыпырып көк торғынға бөленді. Қызыл, жасыл, ақ көкшіл, бейне бір кілем түріндей. Гүлдер гүл жанады, күлкілдеген гүл жапырақ, сағымданған күлімбел терезеден көз салса, Күнікейдің көңіліне жазылмас жара салады. Ах, дариға, Күнікей сау боп жүрер меді, қырдан тезек терер меді, қырдан қия кезер меді, шырқап әнге салар меді, әнге салса ол бітіп, қапқа қары талар меді. Жалғыз әйнек жаман үй, төсеніші жалаң ши. Жаман шидің төр жағы ала сырмақ текемет. Текеметте Күнікей жалғыз әйнек түбінде. Алты көзден үшеу жоқ, лақтар ойнап сындырған. Қалған аман қалсын деп әйнекті жүдә жұлдырған. Күн жылыда не керек? Бала шаға қозылақ жолғып алды әйнекті. Лақ ойнақтап көрпеге жығып кетет шәйнекті. Шәйнекте шалап сусын бар, шалабын қорғап Күнікей айтып қояды шәй депте. Ойнақтаған құлдырлақ шәй дегенді біле ме? Лақ қарғысы әйнектен запы болған Күнікей қолын созат шәйнекке. Күнікейдің серігі әйнектен ескен жел болады. Күнікей жалғыз жатқанда қозы лақпен қарлығаш бейне бір дүнием ел болады. Ауыл үйден Күнікейге келушілер кем болады. Қашан жатқан Күнікей, қашан өлген Күнікей, қашанғы көңілін сұрарсың, соған қарап отырма, шаруасы бар әркімнің. Оқта текте Күнікейге бір айналып, кіші үйдегі Айдарлым келеді. Айдарлым ау, жап-жас боп аяуды қайдан білесің? Мүшелге жаңа жеттің ғой, айналайын өзіңнен. Сусының бар ма апатай, қалайсың деген сөзіңнен. Сен болмасаң қарағым деп қояды Күнікей, деміге сөйлеп ентігіп. Айдарлым келсе, Күнікей жалғыз жатады күркілдеп. Аллай деп күңкілдеп. Күнікейдің серігі әйнектен ескен жел болады. Күнікей жалғыз жатқанда қос қарлығаш ел болады. Түйірлеп тасып топырақ, қылқыбыр шөп шар жанырақ, біріне бірі жапсырып, қос қарлығаш қалбаңдап, ұя орнатты дөңбекке. Балалап өсіп өнбекке. Жалығу жоқ шіркінде, жаралғандай еңбекке. Күнікей жатыр бақылап, қарлығаштың өнерін жатқандай-ақ көрмекке. Қарлығашта дамыл жоқ, есіл дерті ұясы. Бірі кетсе, бірі кеп, ақ қанаты дірілдеп, қос құйрығын қалақ қып, құртымдай боп қонтиып, бұғып қана қылтиып ұясына жатады. Зайыбы ұя басқанда байы жүреді бәйек боп. Әлсін келгіштеп, жарының жайын білгіштеп. Қарлығаш екеш қарлығаш бір-біріне қайрылғыш, бірін-бірі сыйлағыш. Адамзатқа не болды? Күнікейден безгендей, Күнікей мәңгі өлгендей,
суық топырақ көмгендей, айдарлымнан өзгесі шетінен түге ұмытып. Баласы қайда күнікейдің, апалап бір уақ келетін. Жұбайы қайда күнікейдің қияметтік жолдасы. Күнікей бейтіп жатқанда жастық қойып басына қолынан сосын беретін. Ауылы қайда күнікейдің келіп кетіп жүретін. Жалғыз перзент демесең, ауылы да бар 10 шақты үй, байы да бар соқталдай, бауыры да бар байының немерелес әмеңгер. Күнікей сауда үйінен үйірімен шықпайтын өңшең қортық киген кез. Бар болса, олар қайда жүр, бірі басын көтермей. Ауылды қойшы, ауыл ғой, жайшылықта бауыр ғой. Байы қайда күнікейдің. Қосағы бүйтіп жатқанда, қолының ұшын бір бермей, жанына жақын бір келмей. Келмек тұрып сұңқадым, шұлық жамап қаңғып жүр. Қатқан бар деп қай үйде көкше түтін аңдып жүр. Жамау менен жан сақтап қара басын қамдап жүр. Қамда ғаны құрысын. Күнікейдің көзі тіріде бір қатынмен сөз байлап алуға соны оңдайлап, 4-5 қараның бір екеуін беруге бүгін ертең қам қып жүр. Күнікейдің көзі 4, көкірегі жанған өрт. Бәрінен де жанына батып жатқан осы дерт. Ауыл аймақ абысын, не жақыны алысы, не тамыры танысы, не алған серігі, 7 жылғы жолдасы, бәрі бірдей безгендей. Күнікей сонша не жазды. Не жазғанын бейбақтың мен айтайын, жігіттер, құлағыңды сала бер. Көкейіңе ұнаса, мәнісіне қана бер. Ол күнде. Ол күнде Күнікейдің бала кезі, сүйумен жеп көруден таза кезі. Сонда да мені сүйген жігітте не арман бар, айтып тұрған секілді отты көзі. Күнікейдің әкесі құл тумады. Құл тума, құл боп туды, ұл тумады. Құл туғанын сонан біл, Ордабайдың өмірі қойын бағып қолтаулады. Шешесі Күнікейдің шекер еді. Өзі де шекер десе шекер еді. Құлтуманы шекердің байы деушеді. Шекерді қатыны деу бекер еді. Өйткені ақ жаулық қылаң ұрған, қылаң шекер, етегі аяқ басса бұлаң етер. Мықынын қысып қалсақ, ой қағыңды, қойшы деп еркелетер, бұраң етер. Ордабайдың ауылы өңшең бозбас, қолы боз, делебесі неге қозбас. Қызды ауылды торудан торықса да, немесе оңайына обықса да, шекерден айналып кеп әйел озбас. Күнікейдің ағасы бар, Жұматай таз. Тамақ беріп жұмсаса, ол соған мәз. Көп бала бұралқетше түйе босқып, желім қап тақиясын алып қашып. Тазым, тазым, таққан таз, тазды құдай қаққан таз, бесешкісін баққан қаз, үй айнала қашқан таз, туырлыққа тышқан таз, әуеске жынды көкек қоңырала қаз, деп ажуалап ыза қылушы еді. Әкесі қойшы құлтума, ағасы Жұматай таз, қоңырала қаз алпы сүйрек, бір тырна, жата қалып жер тырна болса да, Күнікей құлагердің баласындай үздік туып, 13-ке жетер-жетпес боз баланың көзін тартып, баласындай сөз айтуға жарап қабеді. Қыз боз бала жиылып, сауық құрғанда, орамалдың бетін Күнікейге бұрғанда, қолыңнан айналайын саласынан, көзіңнің көңіл қояр қарасынан.
Сүйрік боп жалғыз өзі қайдан шыққан қамыс пен қара өлеңнің арасынан деп бозбалалар көзді бір қадап қоюшы еді. Қадаса да сұмдықты ерте сезгіш, жырынды Шекер қызына қарлығаштай шыжбақ боп, жүрсе тұрса көзінен таса қылмай, тұтқындағы жаннан бетер бағушы еді. Бірақ Шекер шеше болам деп бекер арам тер болды. Баланы іспен емес сөзбен, үлгімен емес ақылмен үйретпекші адам сорлы ғой. Шекер өзіне Құдай жұқтырмағанды қызына оқыды. Қызы көргенін тоқыды. Бозбаламен өзі неге ойнайды деген сұрау Күнікейдің ойына ерте бекілді. 14-ке аяқ басқан соң-ақ көзі жанып тұрған Күнікей апасынан қорқа кетті. Жә, өзім де білем, бал емеспін ғой деп бұрымын арқасына бір ыршытып, етегіне айнала бір қарап шығып кететін күйге ұшырады. Күнікейдің ерлігіне апасы өңін бұзғанмен көмейі бос. Өзіне тартқанын, бозбаланың көз салғанын бір есептен теріс көрмейді. Қай есептен екенін кім білсін, анасының мақтанышы да, Күнікей оны сезеді. Апасы жылтырағанды Күнікейдің үстіне жапсырады. Шашын жылтыратып тарайды, өреді. Омырауын қызыл-жасыл жіппен кестелейді. Тана моншақты қамзолына тағады. Уақ күмістен сылдырмақай шашбау істейді. Құлтуманың тыққыштап әкелген пұшпақ жабағысына бақалшыдан айна тарақ жұпар сабын шашмай әперді. Кімнің қызынан кем? Баласын оннан асқан соң-ақ Шекер теңіне атастыруды ойлаған. Бірақ әркімдер ауызға алса да, бірінің жетесін, бірінің қабын, бірінің сабын, бірінің малын, бірінің мұрнын, бірінің кеңірек сақалын жаратпай, Шекер аяғына отырғызбаған. Қойшының қызы деп кемсінеді ғой, алдырам, қанның қызына берем бекен деп қоятын. Өйткені өзін қойшының қатынымын деп Шекер өмір ойланған емес қой. Қойшы тек қол бойлау, Құдай бұйрығы. Анығында Шекер өзін ана мырзаларының қатынымын деп есептейтін. Шекер сырдың суын шұлығынан келтірмей жүрсе де, енді ойланбасқа болмады. Күнікей 14-ке келіп қалды. Енді Күнікей небір қыздарды отыртып кетеді. Сөйлесе түбін түсіреді, оң қолынан өнері төгіледі, күлсе аузынан дүр шашылады, ән шырқаса сүйегіңді шымырлатады. Шекердің өзі соққан еді ғой ана кезде. Сөйткен қызға сенім бар ма? Кім біледі? Сөйтіп жүргенде Ордабайдікіне тұяқ дейтін етікші жатты. Кебіске Шегебайдан да бұл өткен екен, өкшесі 5-ақ шегемен тұрғызады. Асауға құрық салса тырп етер емес, әкше сіріні тастай ғып әшекейлеп тастайды. Тақаны қылмита мінеуге келгенде, жер жүзінде бұдан етік жүтпес, деп қымызға жиылған құла ауыздардың ауыз суы құртып жүрді. Шекер Ордабайдікіне қымызға барғанда, ана жақта жүктің бұрышында пүп деп бұлғарыға су бүркіп, тықылдатып, құжырыңдап жатқан, мойны ішіне кірген бір жаманды көруші еді. Оны кісі екен деп артық көз тоқтатпаушы еді. Жұрттың жер суға түсірмей жатқанын естіген соң Шекерде тігінін көргелі, «Былай тұрш, бізде көрейік» деп етікшінің пышағын, бізін, балғасын, кемпір аузын ұстап, қамаулап жатқан еркектерді кимелеп, біреуінің қолынан кебісті жұлып алып қарады. Байдың кебіс екен. Олай-бұлай аударып көрді де, шүйкесінің қылшығын бір тістеп алып, тер емес деп ерніне жабысқан жүнді түкіріп тастады. Сонымен кете барды. Қайтып оның ісіне Шекер көз салған жоқ. Бір күні кешке таман Күнікей Ордабай үй жағына барып келіп, «Апа, сен Шәмшидің кебісін көрген жоқсың ғой, бір түрлі сұлу бопты» деді. Қойш, несі бар дейсің? Қандай екен? Дегенде Күнікей қолымен, ернімен, қасы көзімен көрсетіп, өзінше өте әдемілеп суреттеді.
Байсалды кісімсіп Күнікейге. Көрсе қызарсың-ау, деп отырса да, аздан соң өзінің де әуесқойлық ұстап, бір жұмысқа барған кісі боп Шекер байдікіне жөнелді. Келсе сыңар кебісі Шәмшидің алдында, қол сандығында қаздайып тұр екен. Шекер жанына барып, кебісті алып, айналдырып қарады. Көбінесе өкше жағына көз салды. Жарма көттік қылып, қызыл-жасыл жарын жіппен итті шалып, сірісін қошқар мүйізден қойып, тақасын шоңқита қаза мінеп тастаған екен. Кебіс жұтынып тұр. Шекер керіп-керіп демін бірақ шығарды. Кебіске қызығып, күншілдігі қозып кетті. Күнікейге менде осындай бір кебіс тіккізіп берейінші деді. Тіккізсең шаман келеді ғой деп, саған арам болар деген кісіше Шәмши қасын керіп, төменге ернін бұлдың еткізді. Несі бар? Ердің құны нардың пұлы деймісің? Деп Шекердің де жаны ұстап, бастырмалатып шығып кетті. Шекер келе сала жаман әбдіресін бүйі түйгендей астан кестен ақтарып, 4 қой 4 киімнің біреуін суырып алды. Ол Құлтуманың байдікінен алған бас ұлтаны еді. Кебістің сайманы онымен түгенделе ме? Шекер ауылды қыдырып жүріп, көттік тақа, сірі ішпек тәрізді жабдығын тауып алды. Шарық жіп бақалшыдан тарамыс өз үйінен шықты. Барды да тұяққа сөйлесті. Ордабайдың етіктерін бітірген соң, тұяқ Күнікейге кебіс тікпекші болды. 10 шақты күннен кейін Шекер тұяқты төрінің алдына отырғызып, өзі тарамыз Күнікейге жарық ішіп, ширатқызып. Қарағым, оңдап тік, бар өнеріңді сал, Шәмшидің кебісінен асырмасаң, кем қылма, деп тақымдап, қайрап, қадағалап отыр. Бар өнерді аямайық, деп тұяқ сулаған молақ балғаның сабын ысқылап, жаман көздің астымен Күнікейге бір қарап қояды. Қиядағыны көретін Шекердің қырағы көз құйрығы құтқарсын ба? Тұяқтың жаман қарасын сезген соң, жатарда төсек орын жоқтығын сылтауратып, байдың қонақ үйіне жіберіп жүрді. Әйтсе де, көңіліне келіп қалама деп, күндіз кебіс тігіп отырғанда тұяқтың үй үшін малын, ауыл аймағын сұрап, әлі күнге қалыңдық айттырмай жүргенінде сөз қылып, жігіт адамға қыз табылмаушы ма еді, деп көңілдендіріп, есек дәмелі қылып қояды. Күнікей жоқта өзінің де жайы күйін сөйлеп, осы бір екі күшік болмаса, жаман қойшыға әлде қашан тұрмайтынын, Күнікейін жыламайтын теңіне қосқысы келетін білдіріп арасында, ерекістіргенде Шәмшидікінен асырып жіберш, тағаң жетсе өкшесін оныкінен пышақ сыртындай болса да артық сал. Әйтеуір өнеріңді аяма, қарағым, деп бір ескертіп өтеді. Бар өнер болса сізден несін аяйық деп тұяқ ыржиған болады. Ие, сөйт қарағым, мен де бір керегіне жарармын, тіпті таныс боп қояйық. Біздікіне келіп кетіп жүрсейші. Байдікінде ет қымысымыз болмаса да, айран, шалабымыз, ықыласымыз болады ғой, деп жылы сөздің де шетін сездіріп, бір-екі сиырдың ірімшігі мен қаймағын, қатығын аузына тосады. Ет қымыз үнем бола береме? Біз енді не қылып, атқа мініп, нетіп жүрген кісі емес. Бәрінен де адамның несі керек, дегенде Шекер тартып отырған тарамысын ісіне қыстырып, әнтек қоя тұрып, қиқылжаған көзінің құйрығымен сұмдана қарап жымияды. Оны көріп, тұяқта жымияды. Балғасын қаттырақ сермеп, тізесін қимылдатып, қутыңдап қояды. Не керек, тұяқ бар өнерін кебіске салды. Аянған жоқ. Шекердің де бұл кебістен аяғанын итшесе болмай ма? Кебіс Шәмшидікінен аса кем болмады. Тұяқ жарытып ақылған жоқ. Тек ықыласына ырза болды. Тұяқ ауылына қайтарда Шекердікіне келіп, дәм ауыз түйіп, қош айтысты. Шекер қызмен тысқа шығып аттандырып, келіп кетіп жүр, көрген жерде ауыл бар, етігіміз болса саған тіктірейік дегенде, нетсек келмей енді, деп Күнікей екеуіне кезек қарап, тұяқ жүріп кетті. Тұяқ кеткеннен кейін етік жайынан сөз қозғалса, Шекер тұяқты аузынан түсірмей, Шегебай қайда, оныңкі тұяқтың бір шанышқанына да тұрмайды, деп мақтап жүретін болды.
Сөйтіп жүріп тұяқ күнікейді айттырды. Тұяқ 6-7 қаралы кедейдің баласы. Мұрны кертеш, егі кемиек, бет аузы құдды шөміш мойны ішіне кірген. Бейнесіз ақ жігіт. Сонда да Шекердің қолайына жақты. Шекердің айтуынша мұрнының да дәнеңесі жоқ. Қолы да епсек, өзде оны мұныға епті, мойны да сұңғақ, өңі де аққұба жігіт боп шықты. Со кертештен басқа кісі құрып қалғандай деп, Күнікей сырт айналып бұртыңдап, жамап отырған әкесінің жаман шапанын лақтырып тастап көріп еді. Шекер мойын ит ала қаздың айғырындай созып, бүркітше түйіліп, бурадай шабынып, болмайды деген не? Қарды да, жарды да боратты, жылатты, сықтатты, ақыры көндірді. Құлдыманы қойшы, ол бір өлген кісі ғой. Әне-міне дегенше, тұяқ бір-екі қарасын беріп, құда түсіп, күйеу боп, бұрынғы келе берісті сиретті. Тұяқ күн сайын тапқан таянғанын қалыңға тоса берсін. Күнікей шолпы тағып, ән салып, бұлғақтап өсе берсін. Енді әңгіменің бетін өзге жаққа бұрайық. Көшкенде. Ол күнге 20 жылдан асып кетті. 25 жылда болып қалған шығар. Ол күнде Айдабол, Күлік, Ақбура, Тұлпар, Қозған, Қақсал шідерті бойын жайлайды. Өлеңтімен шідерті қатар аққан өзен. Өребасы езіл, Нұрадан келеме кім білсін. Өлеңті Ақкелге, шідерті жайылмаға барып сарқады. Онда шідертінің суы мол кезі. Жалғызақ Шиқылдақ ауылы болмаса, о кезде шідерті бойын қыстаған елде жоқ. Сәуірдің алашабыр бұлтарылмай-ақ Баянауыл Қызылтаудағы қалың сүйіндік атандарын алқынтып, бұйдасын кеш құлаш созып, Бөкенбай, Арқалық, Жаманадыр, Желді адырдан асып, шідертіге қарай ағыл-тегіл құлай бастайды. Жонның қар суымен шығып, желкілдеп тұнып тұрған бидайық шалғын жеймін деп жанталасып, Күліктен алдымен Ноқаң ауылы көшеді. Ноқан малсақ кіседі ғой. Ноқаң түннен көшеді, үдере көшеді. Қатын баланың жақ жүнін үрпите, көзін іріңдете, егін дірілдете, көлікті зорлықтыра, арықты өлтіре көшеді. Қызылтаудан 15 көшкенде шідертіге түседі. Ноқаң ауылы өзге ел бұрғанша, жонның соны шалғынына қарай шүйігіп, аш қасқырмен арпалысып, малының түгін тартса, майы шығады. Ноқан кеткен соң Ордабай ауылды қопаңдайды. Өрлер тірлеріне қарамай олар дайдайды. Айдағанымен Ноқан бір сағым жеткізбейді. Ордабайдың қыз келіншектері бәт құндыз бөріктерінің үлкісі желкілдеп, жорға мен жүйрік мініп, алдыңғы кешке сыдыртып өте шыққан кереге, оқ құрымын теңдеген ала шолақ, тарғыл шолақ сиырының санына күзеген кек байталмен қалықтап келе жатқан Күнікейдің зығыры қайнайды. Тақымды бір қысып, қамшыны бір басып, шаба жөнелгісі келеді де, таласы тас болады. Күнікей аузын шайнайды. Осыншама топтан бір жібі түзу мал табылмады ма? Мінбеймін шолақ байталға, деп Күнікей о бастақ азап салған. Бірақ шешесі, қарағым-ау, сүйгеніңді мінетін өз жылқың ба? Тигенмен жүре бер, Құдай жеткізер деп бастырмаған. Шынымен дейсіз бе? Жоға, оны сәншейін ғой. Күнікей бедеу мініп қылаң ұрса, төбескекке жетпес педі. Күнікей тұрсын астында құлағы қалдыған қарыны қорылдаған шобырға өз көңілі де бейжай. Шекер Құдай жеткізер десе де жеткізбесін іші сезеді. Бір көшті, екі көшті, үш көшті. Кәні жеткізгені. Жалаң бұ жолыма. Жеткізбегелі қашан. Күнде көзін қызықтырып бай қыздарының сәнденіп құтырынып жүргені анау. Бұл ой Шекердің басын жегідей жеді. Шекер шара іздеді. Он ойлады, он ойлады. Байдан да, Құдайдан да, жәрекі малда болмасына көзі жетті. Шекердің қабағы, ерні аттай тулап келе жатқанда, бай балалары көп жылқыны күндей күркіретіп, қиқулап айдап, сиырды басып кете жаздап үстінен өтті. Астындағы жаман неме де бүйірі қызып, «И-эхею» деп, үйірсек тұлпарысымен шіңкіл деп басымен құйрығын көтерейін деп еді Шекер.
Кетей, өлімтік, деп бір езуін жұлқып, шолақ сабауымен желкеден бір қойды. Жылқы лек-легімен өтіп жатыр. Уай, дүние шіркін-ай! Анау қара ат, торы ат, құла бие, жирен бие, өне бір құла биелерге Шекер де, Күнікей де мінер ме еді? Қаз де қақия отырып тақымды жапсырып, өкшені қадап тастап, көк көйлектің етегін ақ шаршының ұшын желеңдетіп, елпілдеп, елеңдетіп жетер ме еді? Анау боқмұрын шоқандардың астындағы ақ селеуді Күнікейдің астына берер ме еді? Шекер кедейлікті, қорлықты, қойшыны бір күн, бір сағат ішінде талақ қылмас бе еді? Бірақ оған қолы қалай жетеді? Кім жеткізеді? Құдай ма, бай ма? Жоқ, өзі жетуі керек. Көп жылқыны еріккен балаларға айдатып, өзі түгелбай адырына мана қосып кеткен қысырақты қайырып, тымақтың желкесін мықырайта киіп, құрығын сүйретіп, жылқышы Домбай келе жатыр екен. Деңгейіне таянғанда Шекердің көзі от боп жайнап, шобырын Борбайға бір көміп, сиырдан оқшаулана беріп, «Әй, Домбай, қайырлышы!» деп қамшын шошайтты. Домбай байдың көп жылқысын өз маңдайына біткендей буланып жүретін есерлеу жігіт еді. Өйткені көшкенде көршілерге ептеп, өз таңдауымен де ұстап беруші еді. Анда-санда байдың бәйбішесінің көзі түсіп, «Пәленшеге олатын несіне бердің?» дегенде, «Содан қолайлаттың реті болмады. Таң асырып жіберейін деп ем, жылқы өріп кетіп, өзге аттың жөні келмей қап еді» деп жоқтан өзгені сылтау қылып жұбата беруші еді. Осы Домбай ана жылы бір түні Шекерге қол салғанда, Шекердің онда ірленіп жүрген кезіме өзге себеп болды ма кім білсін, әйтеуір меселі қайтып еді. Содан бері Домбай түйеші Жаманайдың жаман тәукішін талшық қып, Шекерден күдер үзіп кетіп еді. Енді көк көйлеңдеген бейбатшалармен айналыс қылатын Шекер, медресін қылған соң не жан тұрсын. Қысырақты фшит деп бір ыршытып жіберіп, айғырын шаужалай берді. Шеке, жақсы ма? Жақсы емей, жаман деймісің? Атың келісіпті ғой. Құдай атқыр. Осынша жылқыдан бір тәуір мал қолыңа түспеді ме? Дегеннен ақ Шекер мойнын былғаң еткізіп, көзін төңкеріп жіберді. Іш білді, мұрт күлді. Шекер бір талай сөйлесіп, жымиып қайтты. Немене апа дегенде, саған бір жақсап бер деп тапсырдым. Ертең жүгеніңді өзің апар деді. Бұрын атты Жұматай таза келетін. Ертеңгі көште Күнікей құйрық жалы Шәмшидің шашындай төгілген жарау тобылғы торы биені алып келді. Көк байталдың жанында дүлдүл тәрізді. Шекер бұрында айтқан ғой, жаман шұмыттарын сиырларына артып, өзі жөнеліп бар жатып Күнікейге тағы да, бар, ана Шәмшилердің қасында бол. Елеңдеген мал көрінет, жығылып қалма, деді. Күнікей қызылшаң белбеуімен қыпшасын қылдай қып буынып, қызыл тақиясының үкісін дөңгелете сілкіп, желпілдетіп, кебісін тазалап киіп, атын жетелеп, байдың жұртына барды. Байдікі оншақты түйеге жүгін артып болған екен, тұрғызған түйелерді салды, балақ малшы қатын жетелеп тіркеп, алдыңғы түйені тау кеншіктей қара сирақ қырықбайына ұстатып қойған екен. Жаулығы қоқырайған қара бәйбіше көптей боп жұртқа шалқиып тұрып, кейбір жүгі ауған түйелерді көріп, Дүйсенбай, сен қайда жүрсің ана ауған түйені бұрамай деп шаңқ етеді. Дүйсенбай маңдай терін шапанның етегімен бір сүртіп, далақтап жүгіріп барады. Сен не аптырсың, бозбала жігіт боп сіресіп? Қымыз ішкенде сондайсың, қолыңа жұғып кете ме? Бар ана түйені, бас арқанды тарт, ат дертте, деп қара бәйбіше көрші жігіттерінің онысын оған, мұнысын бұған жұмсап, бұйырып тұр. Жігіттер үн-түн жоқ, жүгіріп, қауқалаңдап, мақшыңдап, бұйрығын орындап жүр. Мына қызда сәнденіп шығыпты ғой. Мына атты бұған кім берген? Деп Күнікейге көз түсіп кетті. Күнікей қыпылықтап, сазарып түк айта алмай қалды. Апа, не қыласың? Біздің қасымызда жүрейін деген ғой, деп Шәмши арғыша түспесе, Күнікей торы биеге қош айтысатын еді. Шәмшиге нөкер керек қой. Күнікей атын көп атқа матастырып, жұртта таранып, сыланып жатқан Шәмши шәлкендердің жанына келді.
Шәмшиден жылы сөз естігенге ме, кім білсін, жердегі белбеуін, сәлісін әперіп, шолпысын сыртына шығарып, жылпылдаған болды. Қарыны кебежедей бір можа биеге малшы қатын мінем деп, үзеңгіге аяғы жетпей мықшыңдап жатыр еді. Ана жаман күңдатқа сап жіберші, деп Қара бәйбіше Сәрсенбайды жұмсады. Сәрсенбай, «Ей, өлім тігай!» деп малшы қатынның мықыннан бір түйіп, ашасына алып, аттың үстіне бір қойды. Тоқта қағынды, атымды алайын дегеніне қаратқан жоқ. Малшы қатын ыржиған болып, критон көйлегін жуырда астына баса алмай, ердің үстінде бүкшеңдеп қопылдай берді. «Ачу, ачу!» деп бәйбіше көшін жөнелтіп, бір қатынға құман ұстатып түзге жөнелді. Бәйбіше келгенше нөкерлер қара пәуескеге пар атты жегіп, дайындап тұр еді. Даяршы қатын мен екі кішкене немересін қасына алып, бәйбіше пәуескеге мінгенде, Күнекей тажалдан құтылғандай демін бір алды. Оған дейін ауылдың қыз келіншектері де көштерін мана жөнелтіп, түзеліп киініп, аттарын жетелеп, байдың жұртына бір-бірлеп жинала бастап еді. Ал ертеген ат ұстаған жігіттер байдың қыз келіншектерін аттандырып, етегін жөндеп, шылбырын аттың мойнына байлап, сарыбас қамшыларын әперіп, баптап жөнелтті. Күнекей сияқты көршінің қыздары атына өздері мінді. Күнекейдің көзі Шәмшиде. Үлбіреген ақ мөре көйлегі аяғын қалай жапқанын, етегін қалай жинағанын, үзеңгіге аяғын қай жерінен салғанына шейін байқап, өзі де сондай болғысы келеді. Бұда үзеңгісін табанның орта кезінен салды. Шапанының етегін Шәмшише тақымына қыстырды. Бірақ өзгесін келістірсе де, көйлегінің кебісінің тұмсығына жеткізе алмады. Қалай созғыласа да болмады. Әнтек қысқалау екен. Қыз келіншектер жұрттан былай шығып, қатар түзеген соң, Шәмшидің боз жорғасынан қалмасқа бәрі де желіді. Күнекейдің биесі желісті екен. Жайнаңдап, резеңкедей созылып, ағызбақтай сумаңдап барады. Алдына шығып кетсем, байдың қыздары қызығып, ендігі жолы алып қояма деп, Күнекей атының басын тежей берді. Қашағанға жарысқа көп салынып, желікпе боп қалған жануар екен, қызып ала жөнелді. Шәмши боз жорғасын тайпалтып, ерден көтеріліңкіреп, қамшыны бір басып еді, көбінің аты шоқырақтап шауып кетті. Сөйтіп келе жатқанда артта қалып, насыбайын атып алған жігіттер қуып жетіп, «Ал жарыстық!» деп айғайлап өте шықты. Бұлар да жіберді аттың басын. Ала сәуледе жасыл шөпті жапырып, өкпек желді есіртіп, көкіректі керіп, тым-тырағай айдап келеді. Шу дегенде боз жорға шықты алдына. Оған тете Күнекей келеді құйғытып. Шапқан сайын ызғып барады. Шәмшиден өз байың деп атының басын тарта береді. Бірақ қолын сірестіріп жұлып әкетіп барады. Әлі келгенше тартып бақты. Шәмши ұзап алып, артына жалт-жұлт қарап масаттанып қояды. Артқыла таянып қапты. Өзгесін қойшы, Тыршықбайдың шөп желге қара қызды жетіп қапты. Саған осызғанша деп Күнекей аттың басын жіберді. Жіберіп еді биесі ағып кетті. Ағыны мұндай қатты болар ма? Өкпек жел дауыл боп көзінен жасы ыршып-ыршып кетті. Жығылып қалар мекем деп те ойлады. Бірақ тақымы сүйсініп барады. Көштегі атты, арбалы, сиыр айдаған, түйе жетелеген жандар бір-біріне қосылып, үздік-үздік тізбек боп құйындатып, зымырап артта қалып барады. Күнекей кетті. Бәрінде артына доптай лақтырып өтті. Көк байталда, шолақ сиырда, таз жұматайда, қойшы құлтуба да естен шықты. Жалынды жаңа жат дүние кіргендей, тамыр біткені, жүрегі оттай зулап, көтеріңкі асқақ сезім кернеп, анау көгерген аспанмен ағып келе жатқандай болды. Сиыр айдап келе жатқан апасы қызының қарсы алдына үкідей ұшып бара жатқанын көргенде, «Ойбай ау, жығыласың ғой, тарт басын, тарт!» деп безектеп шырылдап тебініп ұмтылып еді Күнекей. «Жығылатын кісің мендей бола ма?» дегенде қамшыны бір сермеп құйғыта берді. Көштің алдына таман шығып, бұдардан асып, алдынан арқалықтың көлденең жотасы көрінгенде Күнекей артына бір қараса, Шәмши қапты далада. Манағыдай емес, енді Шәмшиден қорыққан жоқ. Бойына бір ерлік, өжеттілік пайда болған тәрізді.
Қашанғы қорғалай бергенше бір ұрып алайын деп ойлады. Астындағы бедеуден өлсе айырылғысы келмеді. Әлден уақытта қызының ойқастап барып тоқтағанын көргенде Шекер бір тамсанды да жымиды. Қарағым, астыңа ат түспей қор боп жүр екенсің ғой. Не болса болсын, бәрінен де озды. Тілеуің берсін, Домбай, деп тақымын бір қысып қойды. Күн менікі. Күнекей ойысып барып, бедеуін тежеп, шашыраған етегін жинап, көшке қараса, Қара бәйбішенің пәуескесі көш алдына түсіп қалған екен. Қара бәйбіше көштің қыр соңынан жөнелсе де, божы ұстаған налақ нөкені айда-айданың астына алып, жолдағы сиыршыларды кие жара, арбаларды соқпырта, бұзауларды бүйірден түртіп домалата, қос құласын шаптыра желдіре, көштің алдына түспей, көңілі көншімейтін. Күнекей озғанына мардамсып, қоқиланып бұрылса да, қара пәуескені көргенде жүрегі зырқ ете түсті. Мына тажалдың көзі тағы шалып қалмаса егеді деп қауіптенеді. Күнекейдің бағына қарай бұл жолы Қара бәйбішенің қанталаған ала көзі сүмектей боп танауратқан тор бедеуді шала алмай қалды. Өйткені пәуескенің ернеуіне еңсеріле асылған бәйбішенің көзі көште келе жатыр еді. Неге десеңіз, Ордабайдың 3 баласы 3 ауыл ғой. Олар бәйбіше қатынынан. Қара бәйбіше Ордабайдың тоқал алған қатыны. Бәйбіше өліп, өзінен 2 ұл 3 қыз туған соң, бұ да бәйбіше атанған. Сөйтіп, Ордабайдың 4 ауылы бірге көшетін. Бәйбіше балаларының көші бұрын жөнеліп, озып кетсе, қонғанша Қара бәйбішенің аузында да, астында да дамыл болмайтын. Бұл жолы да Оразбайдың үлкен баласы Омардың көш алдына түсіп, көрші Көшербайдың жырық кемпірі түндігі қаңқайып, ала биені тебініп, жырық сары атанды қарсы алдына салып, шуды қақтырып жеткізбей келеді екен. Олардың қыз келіншек, малшы, құлшылары да Қара бәйбішенің сырын біліп алған ғой, көштің ауған қалған ат үстінен түзеп, қаса-қана айдатып келеді екен. Манаға атына міне алмайтын кертанау мықыр Тұрсынға: «Әділет-ау, атың жүрмей келе ме? Не бақайын қыбырлатып келесің? Өлімтіктің қолына шыбықта түспеген қарасайш», деп Қара бәйбіше зығырланып шабынса да, көштің орта кезінде құрсау қара атан мұрны созылып ауырған соң, не де болса бәлесін бірақ көрейін деген немеше кегжең етіп бас жібін үзіп шарт еткізді. «Ай, ана ақшелек тағы қалды», деп түйе бастын тартқан биеші Дүйсенбай кейіп баж ете түскенде, көш жетеп келе жатқан Тұрсын бұрылып аялдайын деп еді. Қара бәйбіше одан жаман шарылдап: «Тоқтатпашы, көшті тоқтатпа, әй салды балақ, сасық күң, әй, сен шашыңды жұлмасан ба», деп ойбай салды. Сол кезде Күнекей пәуескенің ар жағын орағытып, көштің тасасымен қыздарға барып қосылды. Апасының бәсекесін жаттаған Шәмши де арттағы бір бунақ көште қара інгенді бір қызға жетектетіп, сарбас қамшымен қара терге шомылған Борбайға шыпылдатып ұрып келеді екен. Жаннан Күнекейдің өткенін байқаған жоқ. Артқы көштің деңгейіне келгенде бос жүруге арланып, бір жағынан бұда болысып келеді екен десін деп, Күнекей тартынып қалған бір түйеге жанаса кетіп, бас жібін алып алды да естісін дегенде «Хәтчу, хәтчу» деп даусын шығарды. Шәмши артына қарап: «Күнекеймісің, тірке», деді. Күнекейдің нем құрайды ғып өтірік жарымсақтанып келе жатқанын қайдан білсін. Шәмшидің жүзінде зіл көрінбегенге Күнекейдің де көңілі жайланайын деді. Бай балаларының бәсекеге таласқаны мұндай жақсы болар ма? Бізге жалынышты болады ғой. Бізсіз бұлардың күні бар ма деген ой келді. Күнекей түйені тіркеп, тақиясын түзеп киіп, оң жағына қарағанда, Ордабай айналасының барлық шаңырағынан да үлкен, күлімдеген қызыл жақыт күн көктің бір өңірін сары алтынға малып, екі түйенің арасынан абажадай боп адырдан суырылып келе жатыр екен. Мана арқалықтың басын жалап тұрған алтын сәуле заматта ылди біткенге шашырап, ол сәуленің жуан ортасында Күнекей де келе жатыр еді. Өңі қашып тұрған көкшөп, қызылды жасылды сарылы гүлдерде аты бәйгеден келгендей ажарланып жылтырап, құлпырып ала жөнелді. Шарықтаған сайын үдеткен бозторғайдың шырылы, бұталардың қоңыраудай сыңғырлаған жіңішке, сұлу, қаяусыз зары, енелерінің ауық-ауық қоңырлата бастап,
қоюлата көтеріп, бір жоғары, бір төмен толқынтып, жіңішкерте, сүмірейте созып, деп барып басылған ырзалаң боздасы сайын даланы жаңғырықтырып, өз алдына бір гөй-гөй тартып, біріне бірі ұласып, қызғыштай қытқырлап, қырғыдай шықырлап бара жатқан арбалардың шиқылы. Апа деймін, бауырсақ, ірімшік деп кебежеден басын шығарған қара қожалақ жас балалардың ызыңдаған қыңқылы. Бәрі де бүгін Күнікейдің жанына майдай жағып, дүние өзіне бола жаралғандай, алтын күн өзіне бола туғандай көрініп келеді. Күннің мұндай айбынды сұлу екенін Күнікей бұрын көрсеші. Мына күн тап өзінің, өз үйінің күні тәрізді. Жып жылы, жап жарық. Әтчу мойнағым, шырла торғайым, қарның аштау ботақан, мә ірімшік берейін, қоя қойынды қалқатай, әлі ауыл қонады, ашқан қарның тояды, деп ойлағанда, бала күнде ауыл көшкенде айтатын, ертең ауыл көшеді, түндік бауын шешеді, қара қойым қашады, құмалағын шашады, деп ойыншық өлең есіне түсті. Күнікейдің балалығы ұстап кетті. Боз торғайша аспанда қызыл гүлді, алтын күнді мадақтап ән салғысы келді. Сол кезде іркіс-іркіс түйелер де біріне бірі жалғанып қатар түзеп көш сәніне кірді. Қыз келіншектердің қолы босап, бастары қосыла бастады. Тыржықбайдың қызы, жосалының басынан жосалмадым, жорға мініп алдыңнан тосалмадым, деп аяй сәулем деген әнді жөндеп салалмай ыңыранып, әуре ғып келе жатыр екен. Күнікей мұрнын тыржитып жаратпады. Айтпады, қазір сондай жай қоңыр, шобыр ән салатын шақ па? Қорғалдақтай шымырлатып, боз торғайдай шырылдатып, шырқап, қалықтатып, сорғалатып салатын шақ емес пе? Қыздардың ортасына Шәмши де кірді. Көшін жөндеп, озырғанға көңілі бір демегені ме, кім білсін. Ән салып келесіңдер ме? Кәне айтындаршы, деді. Байдың қызы жоқта ыңырсып келе жатқан жаман қыздар, ойбай-ау, жоқ, әншейін деп құты қашып, дымын қоя қойды. Өңшең шірік күң, онысы несі? Салмайтыны несі бар? Соған бола ма? Өзбе бола саламын, деген кісіше көңілі тасып келе жатқан Күнікей ешкім айт деместен. Бауырында Шұбартаудың қос балапан, сол таудан дария толқып су тараған. Сұлу қыз, әсем жігіт, бәрі сонда. Япырмау, неге келдім сол арадан, ай, әккудай, деп, сайын даланы жаңғырықтырып, көшті басына көтеріп, сұңқылдатып қоя берді. Қыздар, мынау қай жақтан шыға келді дегендей ауыздарын ашып қарай қалды. Өзімді қошемет қып ән салды ғой деп Күнікей бір ауыз өлеңді бітіре бергенде Шәмши бір қопарылып, мойнын бұраң еткізіп, әй, Күнікей, сен бір жанып тұрған отсың ғой, көңіл ашар деп осын айт деп көпшіктеген болды. Өйткені бұрынғы көште бүйтіп суырылып соғып жіберетін қыз қасында болмаушы еді. Күнікей Шәмшидің ол қошеметіне құлақ қойған жоқ. Жүдемелете екі-үш әнді тастап жіберді. Сол-ақ екен, бір жанның төңкерілген даусымен ешкі өлмес ел жиылда бауырында дегендей-ақ Күнікейдің аққудай сұңқылдаған, күмістей сыңғырлап, бұлақтай сыдырлап, бұлбұлдай құбылтып, бұлқындай жұтынып, жүйкені босата, сүйекті шымырлата сорғалатқан, кестедей нақысты, ботадай сүйкімді, балдай тәтті, күндей сұлу әніне көш бойында қыз бозбала қатын қалаш жиналып қалды. Базар мұнда екен ғой, көп жаса шырағым. Қалғып-шұлғып келе жатқанда ұйқымызды шайдай ашты ғой, ой тілеуіңді берсін. Тағы да қарағым, тағы да десіп қатындар да көтермелеп, шешесі шекер ғой, бұл қыз тегін өледі деймісің деп аңыз қылысты. Астындағы торы бедеудей бауыры жазылып алған Күнікей, Құдай берген өнерді аясын ба? Жұрт анталап, топ көбейген сайын аруақтана, дәуірлете соқты. Делебесі қозған бір-екі қыз да Күнікейге қосылып кетті. Күнікей бір талай айтып, айызын қандырған соң, ергіп келе жатқан жұрт. Ал бозбалалар, сендерді айтыңдар. Қыз екеш қызды айтып келеді деп кеу-кеулеген соң, Мұсатай, Әйтікен сияқты бозбалалар да керіліп,
ырғалаңдап, көзін ашып жұмып, айғайды салып, бүгінгі көшті ойын-сауық қылып жіберді. Сауықтың арты ұйқашарға, аударысқа, көкпарға айналып, жұрт ду-думанмен қонар жерге келіп қалғанын да білмеді. Жолшыбай шидің қарағанның, томардың түбінен үйректің жұмыртқасын тауып алысып, бозбалалар қаншыр қуысып, көк шалғынды жосылтып, өңшең саусылдаған, дулаған жастар көштен бұрын келді. Келсе арқалықтың бөктеріндегі ат шоңқайға көш басшылар да жетіп, жатық көгалдан ауылдарына жұрт сайлап, көп жұмыс тындырған немесе шіреніп тұр екен. Күнікейлер де аттан түсті. Бозбалалар да ат ұстап, қаңтарып матастырды. Ат екпіні күн қызуымен алқынып, қызара бөртіп, ісініп келген жастар бербеулерін шешіп, шапанын тастап, келпініп, Күнікей сияқты көршілердің қызы көш келгенше тезек теруге жөнелді. Қош келіп байдың үйлері үлкен-үлкен жаба салмасын жасап алған кезде, сиырларының тілін салақтатып, сілекейін шұбыртып, бүйірін солықтатып, жүгіріп сиырларын ұстап, жүгін түсіріп жатқанда шекерлер де келді. Түтігіп Күнікейге: «Сайтан-ау, сонша шауып, астыңдағын алып қойса қайтесің? Маңдайыңа басқан атыңнан жаман» дегенде, Күнікей жаймен жұмыс істеп жатып: «Ойбай, апай, ат беретін кісі мендей бола ма? Бүгінгі күні менікі болған жоқ па?» деді. «Не дейді ойбай мына қыз?» деген соң Күнікей бүгінгі әңгімесін айтып шықты. Шекер түк айта алмады. «Сен бе? Сен» деп тамсанып жымиды. Тәйтәрмен аяңдаса тымақты алшыдан салғызып, желсе желдей есіріп, шапса құйындай ұшатын, қашағанды шөбін жұтқызбай қағып түсетін бедеу торыны ендігі көште Күнікей тағы мініп шыққанда, өз сыбағасына өзі құлдық ұратын құла ауыздар көлденеңнен көз салып, «Шекердің қызы мына өнерімен әкетті-ау, әйтпесе кедейдің тақымына сиятын жануар емес еді» десті. Дей берсін, Күнікейге торы бедеу тақымына басқан атынан бір кейін емес. Күнікей енді жылқы келгенде жүгенін алып өзі жүгіреді. Жүгендерде сағынып қалғандай мойнынан құшақтап аялайды. Жіберерде бас арқанын сипап, мамық алақанымен қабырғаға қағып қояды. Олы дөсір жарыс болмаса, анау-мынау жарбаңдасып шаппайды. Қашаған қуып қинап тастама деп күркесіне келе бергіш Домбайға да тапсырып қойды. Ода айтқанын қылып жүр. Ат шоңқайдан асқан соң немене шаңды сарапан Қызылқұдыққа қарай құлап кеткендей демде барып қаласың. Қызылқұдықтан көшіп Әулиетастың дөңінен асқан соң қарсы алдыңнан жарқырап Майсор көрінеді. Майсордың құлағына бір түнеп, малды шалғынға шеміршектендіріп алып, қалың қаулы жаушалы, жоңышқалы, бетегелі, бұйратпен белден бел асып отырып, шақшаң адырының түбінен шідертіге қылт ете түсесің. Жердің бәрі Күнікейдің кеудесінде сайрап тұр. Бәрі де бала жасынан бері қозы қуған, бұзау қайырған, тезек терген, ән салған, ат ойнаған, асыр салған танымал жерлері. Жолшыбай Күнікей қыздармен бірге жарысып, төбе-төбеден тарғыл жуатерді. Бозбалалармен ілесіп, қоян қуып, күл болдының басына да шықты. Қызылқұдықтан көшкен күні Тыржықайдың қызына бір шол кестеу Байтал кескелер ме деп мініп жүре бергенде, Байтал аяғын бір көтеріп еді, қобалақ сорлы жалп ете түсті. Байтал ер тоқымды бауырына ала сартылдатып, қызыл адырға қарай құйрығын тігіп алып, шығанақтап жөнеле берді. Күнікей атына мініп дайын түреді, Байталды қуып берді. Бір талай ұзап кеткен Байталға үкідей ұшып барды да жетті. Қайырмалады, болмады, құйрықтан алды, тоқтата алмады. Содан кейін қабырғалай беріп, Байталдың тізгіннен шап беріп ұстап алып қайтты. Артынан Мұсатайды шауып келеді екен. Тағы бір екеуі әр жерде шашылып қалған ер тоқымды жинап жүр. Сен бірдеңе боласың ғой. Әкеңнің көсегесін көгертер едің. Әттең ұл боп тумадың, не керек? Сенен мына дайын аяған Құдайды да тәйір алсын деп қалжыңдаған болды. Мақтағанды іші тәуір көріп келе жатса да, Күнікей ойыншын аралас: «Кет көргенсіз, жоқтайтпай» деді. Жатқа қор қылмайтын бал едің, не керек?
кей қуат, жаман тұяққа қор боласың деп келе жатқанда Күнікей мырс етіп, жаның ашиды екен ғой деді. Ашымай енді, жаным ашығандықтан айтып жүрген жоқпын ба деп баяғысын тағы жалқауратты. Күнікей өп-өтірік түсінбегенсіп, неменені деп шешесі құсап көзін төңкеріп қылымсып Мұсатайдың бетіне қарады. Мұсатай кәдімгідей басалқы айтатын адам сияқтанып, алақанын жайып, басын шұлғып, тым болмаса оң жақта дәурен сүріп, қызық көріп қалсайшы, жастық екі айналып келер деймісің, өстіп бұлғақтап жүре берем деймісің. Осы күні деген шағың жап-жастың тілеуі бар, жібектің түйіні бір деп сүре сөзге салып бара жатқан соң Күнікей күліп, мен бір жөн сөз айтама деп келе жатсам, бая Қаратауың ба? Ондайыңды бізден өзгеге айт шырағым деп бірдеңенің шетін сездіріп тежеп тастады. Мұсатай оғанда тоқтамады. Анау көпке жетпей тұрып бір сөз алып қалуға асығып тікесінен, бүгін түнде барамын, бұғайсың деп жүрме деп көзін қысып қойды. Күнікей, демінің сағын деп ернін шығарды. Күнікей, енді өзің білесің деп Мұсатай қылмаңдап қиқаңдап еді. Күнікей, бізді тәлкектеп не қыласың? Қатшыңды айналдыра бер деп сөздің бетін ашты. Мұсатай абдырап, қашан мен қатыш деп келе жатқанда ер-тоқымды жинаған жігіттер де ұшырасып, Мұсатай есек дәмелі боп қала берді. Қатыш Тұрғынбайдың құрық қайтпас сары қызы еді. Мұсатай да одан сау емес екенін Күнікей неғып білмесін. Ауыл Майсордың құлағына былқылдаққа қонды. Байдың төрт ауылы ығы-жығы. Бықыр-бықыр төрт түлі көк майсаға көңіліп, бырт-бырт жылып, бырылдасып, жусатып жатыр. Лек-лек балалар жарысып, шуласып, құрақтан жұмыртқа алуға, қоға тартуға, Майсорға кетіп барады. Еркектер бие қуып, құлын ұстап, әйелдер жаппа күркесінің алдында бықсытып, от жағып, самауырын шайнектеріне шай қайнатып жатыр. Қыз-келіншектердің кейбірі суын әкеліп, кейбірі жолда демалып, шелектерін қолдасып, ән салысып, жаңа бара жатыр. Жалғыз-ақ Құлтума сияқты қойшылар көрінбейді. Өзгенің бәрі көк шалғынға аунап кенелуде, масайрауда. Таң атқалы оразашын ашпаған ел шайларын ышқына-ышқына ұрттап, маңдайдан сорғалаған терлерін алақанының қырымен сыпырып тастап, бой жадырап, көйлектерін желпіп, қарындарын ашып, борбайын қасып, күркесінен шықты. Мынау атты, анау өгізді жіберу керек екен ғой деген тәрізді малсақ кісімсіп суыған көліктерді қоя берді. Жібертті. Көзінің іріңі шоқпардай болған шал түйеші Жаманай да байдың түйелерін жіберіп, одан әрі бір түйеге мініп, ауыл-ауылдың түйесін қайырып, Майсордың көкпегіне апарып салып, жайрап битін қарап отырғалы, шөк былай деп сар желіп, сойылдап жүр. Жалғыз жарым мал көздеген қоңылтақ кедей шалдар, бұзау көздеген ұршық үйірген кемпірлер, немесе тізе қап байлаған бір балағы салпылдаған биешілер болмаса, өзгенің бәрі біраздан соң қымызға қанып, күрк-күрк кекіріп, қарнын сипап, итарқа, шаңырақ салма, жүк күрке, арба күркелерінің астына кіріп, жұлдыз жаман итарқасының күн жағын жауып, кимешегін қайырып, білтеленген бұрымдары сексиіп, күркесінің ауыр жағына шекерде қисайды. Таз Жұматай байдың биесін сауғызады. Құлтума келуге қашан? Апасының ірге жағына борансоз жастыққа Күнікейде жантайды. Күні бойы атқа шауып, күрке тігіп, жүк тасып, су әкеп, терек теріп шаршаған Күнікей басы жастыққа тиген соң қор ете түсті дейсіз бе? Жоқ, көзі жуырда ілінбеді. Ұйықтайын деп көзін жұмсада, балдырғандай уыз дене шаршағанды елемей, мейістің емізігіндей бұлтиған жас көкірегін, нәуетек албырт жүрегі қайнаған шәугімнің қақпағандай бүлкілдетіп, қиялы бірден бірге көшеді. Көкірегін қысып, ыстықтата берген соң, кірлеп кеткен тартқының түймесін ағытып, жастығының астына салды. Кеудесі әнтек сая табайын деді. Жалаңқат көліктен торсия білінген қос алмасын оңды-солды сипап, шалқасынан жатып, манағыны тағы ойлады. Манағы мынау еді. Құлтумаға ағайын Сүлеймен деген болатын. Оның қатыны Бәден. Күнікейдің Бәденнен жақын жеңгесі жоқ.
Мына бәден екеуі су әкеле жатып шелектерін жерге қойып демалып отырып шүңкілдескен. Еркежан, мен десең көн. Одан артық патшаның баласы керек пе? Құдайға шүкір, жас емессің. Сендей күнімізде біз талай қызықты көргенбіз. Дүниеде бозбала құшқаннан қызық не бар дейсің? Сен оның дәмін әлі татқан жоқсың, білмейсің, деп қайдағы жоқты айтып қызықтырып азғырған. Күнікей дегенде қойшы жеңеше деп арандаса да, әрі-беріден соң жер шықып ойланып, апатай тіпті жаным шошиды, жаман болады, адам қиналады дейді ғой деп икемге келген тәрізді болған. Қой енді балалық қылма. Сырғытқанның жетті ғой. Бүгін қабырғаңа кеңесте бір жауабын бер деп жеңгесі кеткен. Жеңгесінің айналдырғаны жалаң бұл емес, 2 жылдан бері көр жерді айтып, құшақтауды, сүйісуді, қойынға жатуды, келіншек болуды сөз қылып, баулып қылқылдай беретін. Бір ретте бәленшені қойның алсаң қайтеді дегенде Күнікей апам айтам деп тұра жөнелген болатын. Содан бұлай жерге кірген жеңгесі еппен айналдыруға, тана моншаққа, иіс сабынға қызықтыруға кіріскен. Бұл күнде Күнікейдің құлағы ондай сөзге әбден үйреніп, ойын-сауықта бозбалаға бетінен сүйдіріп, өзі де сүйіп, омырауын қыстырып, барлық сұмдықты әбден білген еді. Жалғыз-ақ ана жағына келгенде әнтек батылы бармай қипақтай беруші еді. Бүгінгі бәден жеңгесінің айтқаны Ордабайдың бір нәмересі Мәжікен деген жігіт еді. Мәжікен қатыны да бар, жасы 22-23-ке келген үлкен жігіт болса, Қаршадайының көршілерінің қыз келіншегіне ауызданып, жамадан жаман үйренген ауыздықсыз бай баласы. Бозбалалығын әлі қойған жоқ еді. Қою қара қасты, қошқар тұмсықты, қызыл шырайлы, ат шақты, келбетті жігіт еді. Осы бәденнің өзімен де шешесі Шекермен де Мәжіккен 14 жасынан бері айналыс қылған еді. Күнікей онысын қайдан білсін? Бәденнің Мәжікенмен әрі ескі тамырлығы бар, әрі жеңгетайлығын есептеп, өйткені көйлегі іс тозыңқырап жүр ғой. Әрі бай баласының буына жығылып, айдынынан қорқып, қалайда Күнікейді көндіріп беруге бұл жолы төс табан сала кіріскен еді. Міне, Күнікейді ұйықтатпай ойландырып жатқан манағы осы еді. Күнікей бозбаламен еткен қандай болады екен деп бір ауық әуес қылады. Біресе ұмсындықтың күйеу қол ұстаған түні жан терге түсіп қиналдым деген несіне түсіріп қорқады. Жеңешемді өкпелетіп алам ба деп та ойлайды. Ойын сауықта омырауынан қысқанда тамағынан сүйгенде бойы шымырлап кететін ойлағанда, одан да тәтті мекен деп та қызығады. Біресе күйеуінде есіне алады. Бірақ ожағына келгенде аяғына боқ басып алған кісіше жеркенеді. Оған сақтағанша итке тасасам болмай ма? Оған қара басымда көп дегенде қылады. Қалайда Күнікейдің ақылы 6-ға, ойы 10-ға бөлініп, көпке дейін көзіне ұйқы келмеді. Кешке таман ала сиырдың бұзауы жоқ боп, Күнікей ауыл-ауылды қыдырып іздеп жүрді. Көз байланған қараңғы кез еді. Бидің ауылына қарай келе жатқанда аяқ астынан бір адам сораң етіп ұшып түрегелді. Күтік деп жалт бергенше болмай қолынан шап беріп ұстай алды. Бұл әлгі айтқан Мәжікенмен немерелес Қасым деген жігіт екен. Қасым да қатын балалы сақалды жігіт. Немене қоя беріңізші деп бұлқынғанына қараған жоқ, аш белінен құшақтай алып бір шөпкесін шұқырға түсті. Күнікей не болғанын білмеді, жүрегі аузына тығылып, қалшылдап, дірілдеп, кеудеден сақалдан итеріп, төбетпен жағаласқан мысықша шапылдап, шырылдап алса кетті. Еңгезердей кісіге әлі келсін бе, омаштап алып ұрды. Күнікей апатайлап шырылдай баста берді, шығарма дымыңды деп аузын басты. Күнікей оған қорықпады, болығып, қақалып, ойбай, ойбай деп қолындаған даусы солақ екен. Күнікейдің оң жақ беті ду ете түсті. Қасым жақтан тартып жіберген еді. Күнікей күйіп кетті, бетін тырнап кеп алды. Қасым аузыңды деп бетін ұстай алғанда тулап жүрген Күнікей қоянша бұлт етіп сытылып шыға берді. Сол кезде дүбірлетіп бір атты кісі де кеп қалған екен. Қасым қайтам тола алмады.
Күнікей үкідей ұшып үйіне тартты. Шаш будыраған, қамзолдың түймелері үзілген, көйлек жыртылған, өңі өрт сөндіргендей Күнікей күркесіне келе етпесінен түсіп, ышқынып, солқылдап жыламасын ба. Шешесі, ойбай-ай, құдай атқан-ай, кім дейді? Не болды? Деп жұлмалап еді. Қолын итеріп тастап бүк түсіп, жастықты құшып, одан жаман кеңкілдеді. Биенің екі сауымындай жылап, әбден сілесі құрып, мақу басылған соң, апасын оңаша шығарып алып, кетіп сөйледі. Апасы үрейленді, таңдайын қақты, күйіп пісті. Бірақ тір адамға ауыздан шығармайық, жабулы қазан жабулы қалсын деген ойға келіп тоқтады. Кімді қиратсын, кім теңдік әпереді? Со күні түнде Күнікей ұйықталмай жатқанда бір адам шөпті сыбырлатып, ептеп басып іргеге келгендей болды. Күркенің о жақ бұ жағына шығып тыңдады. Қайта Күнікейдің іргесіне келіп біраз отырды. Бір мезгілде іргеден суық қол кіріп келді. Күнікей бүгім деп шап беріп ұстай алды. Қол ақырын ғана мен деп еді Күнікей. Мені кім өзі? Кет аулақ деп даурық қолды итеріп жіберді. О, қай көргенсіз өзі? Кімді тәлкек қып жүр деп шекерде шаңқылдап басын көтеріп алды. Қол жылысып жөнелді. Ол манағы жеңгесінен сөз айтқызып жүрген Мәжікен еді. Таңалды кезінде Күнікей шырт ұйқыда жатқан еді. Жып-жылы төсіне бір суық қол та кеп тиді. Күнікей жұлқып кеп тастады. Бұғайсың? Мен, Мұсатай, Тайтармен. Сол кезде шекер тағы ояна келіп, өңшең көргенсіз аузыңа осы үйде әкелеріңнің көзі құпы қалды ма деп аузы мұрнына шай қайната бастаған соң Мұсатай итті абалата дүрсілдете жөнелді. О не? Деп ұйқылы көзбен қоңқылдап құлтыма да бір аунап түсті.